Ғылым және жоғары білім министрі Саясат Нұрбек, жауап беріңіз. Үлкен рахмет сұрағыңызға. Біріншіден, президентіміз берген бүкіл тапсырмалары орындалып жатыр. Толыққанды тікелей қазір мемлекеттің қаржыландыруында көшті, ұлттық ғылым академиясының қаржыландыруы. Екіншіден, осы заң неліктен маңызды, неліктен бұл өзгерістерді ұсынып отырмыз. Өздеріңізге мәлім, ұлттық ғылым академиялар әлемдік тәжірибесінде дербес бір статусы, арнайы мәртебесі бар. Мысалы, Францияда, Ресейде, Қытайда дербес автономды академиялық статусы бар. Сондықтан осы заңның аясында, заң жобасының аясында ұсынылған арнайы жоғары ғылым ұйымы деген мәртебе беріліп жатыр. Бұл ұлттық ғылым академиясына бірнеше маңызды функцияларды береді. Мысалы, ғылыми қаржыландыру, грант қаржыландыру, нысаналы гранттардың ғылыми техникалық тапсырмалардың сараптамасын жүргізу, дербес сараптама керек бізге. Неге десеңіз, өкінішке орай көп жағдайларда мына грантқа тапсырған біздің ғылыми ұжымдарымыздың тарапынан, ғылыми зерттеу институттарының тарапынан тапсырмалары толыққанды сараптамадан өте алмайды, немесе көп жағдайларда нақты нысаналы көрсеткіштерде көзделмейді. Сондықтан академияға осындай маңызды функциялар беріліп жатыр. Ғылымның форсайтын өткізу, ғылыми негізгі ғылыми бағдарламаларды, басымдылық бағыттарды айқындау үшін жаңа осындай функциялар беріледі. Енді екінші сұрағыңызға, қазіргі таңда қандай бөлімшелер құрылды? 4 негізгі бағыт қазіргі таңда құрылды, 4 вице-президенті соларды жүргізеді. Біріншісі жаратылыстану, инжиниринг, оның ішіне химия, физика, инжиниринг бағыттары кіреді. Екіншісі ауыл шаруашылық, агробиология, агрохимия, яғни ауыл шаруашылық өте үлкен басымдылық бағыт. Үшіншісі ол биотехнологиялар мен медицина саласы. Және төртіншісі қазіргі таңда гуманитарлық, әлеуметтік ғалымдар кіреді. Осы 4 бағытпен бастадық жұмысты. Ол кеңейтілуі мүмкін, неге десеңіз, қазіргі таңда өздеріңізге мәлім үлкен конкурстар өтіп, академия жаңа академиктармен толып жатыр қазіргі таңда.